Rajab ayının fazileti. Bismillahirrahmanirrahim. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан: ким Рajab айының абалқы түндері уқтабай ибадат қылып таң аттырса, адамдардың жүректері өлген уақытта да аның жүрегі өлбейді. Жана Аллах Таала аның башына жақшылықты жамғыр сияқты жадырып, күнәлерінен енеден төрілгендей тазаланады. Жана қиямат күні тозаққа түшкен адамдарды құтқарып алуға шапаат беріледі. Анас бин Малик радиаллаху анху айтады: Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан: Рajab айында шам намазынан кейін ким 20 рекет намаз оқыса, ар бір рекетті Фатиха сүресінен кейін Ихлас сүресін қошып оқыса, ар бір рекеттен кейін 10 жолы салам берсе, Аллах Таала ал кешіне жана үй бүлесін бардық дүниедегі балия қырсықтан жана ақыреттегі азаптан сақтайды. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Rajab айы Аллах Тааланың асман дүлей айы. Ким бұлайда бір күн ораза қармаса, Rajab айын урматтап, соп болусына чын жүректен ишеніп, ихлас менен ораза тұтса, шексіз Аллах Тааланың разычылығын. Егер 2 күн ораза қармаса, Аллах Таала аға берген соопторын, ақыретте берген жырғалчылықтарын, асмандағы періштелер да, жердегі адамдар да аларды айтып түгете албайды. Ким 3 күн ораза қармаса, ал аман қалады. Бардық дүниенің балия қырсықтарынан жана ақыреттің азабынан, жана жинделік, пес мақу оруларынан жана даджалдың фитнасынан аман болады. Ким 7 күн ораза қармаса, аға 7 тозоқтың ешіге бекіледі. Ким 8 күн ораза қармаса, аға 8 бейіштің ешіге açылады. Ким 10 күн ораза қармаса, Аллах Таала аға тілеген береді. Ким 15 күн ораза қармаса, Аллах Таала бардық анын күнәлерін кешіреді. Күнәлерінің ордын соп менен толтырады. Қанша көп ораза қармаса, Аллах Таала ошончолук сооптор кереметтерин көбейтіріп бере береді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Миражға шыққан түні бір дарияны көрдім. Аның сусы балдан шеренелі, қардан мұздақ, мисктен жітті өлі. Жабраил алейхиссаламдан сұрадым: бұл судан кім ішет деп? Ал жооп берди: ким сага Rajab айында салават айтса деп. Мукатил радиаллаху анху айтады: Каф деген тоо бар. Ал тоонун артында бір жер бар. Топырағы аппақ, күміш сияқты. Кеңдігі бұл дүниеден 7 есе чоң. Ал жер періште менен толтырылған. Асмандан бирине түшсе да, періштенің үстіне түшет. Ар бір періштенің қолында желек бар. Ал желекте «Ла илаха иллаллаху Мухаммадур Расулуллах» деп жазылған. Ар жылы Rajab айында жұма кечесінде ошол тоонун айланасында чогулушуп, Аллах Таалага жалынып жалбарып, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үмметине дуа кылышат. О Аллахым, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үмметине ырайым кылгын. Аларды тозак азабы менен азаптабагын. Алардың күнәлерін кечиргениң деп таң атқанша дуа кылышат. Аллах Таала аларга кайрылып айтат: Rajab айының урматы үчүн силердин дуаңарды кабыл кылдым. Алардың күнәлерін кечирдим деп. Риваят кылынган: Rajab айы өткөндөн соң асманга чыгат. Аллах Таала айтат: О менин айым, сени пенделерим жакшы көрүштүбү? Сени улуулаштыбы дегенде Rajab айы үн чыкпай сүйлөбөй калат. Екінші жолу сұрайды, үшінші жолу сұрайды, үн шықпайды. Төртіншісінде айтады: О Аллахым, сен өзің айыптарды бекітушісің. Пенделеріңді бұйырғансың. Башқа бір адамдың айыбын күнөөсүн бекіткіле, ашпағыла деп. Сүйікті елші Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам да мені дүлей деп атаған. Андықтан мен алардың жақшылықтарын уқтым деп айталам. Бирок алардың жамандықтарын уққан жоқмын деп айтаман. Андықтан Rajab айын дүлей айы деп аталды. Аллах Таала айтады: Сен менің айыптуу дүлей айысың. Пенделерімді айыптуу. Сени айыбың менен кабыл кылгандай эле, пенделеримди да айыптары менен кабыл кылып, күнөөлөрүн кечирдим дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Rajab айы Аллах Тааланыкы, Шабан айы менин айым, Рамазан айы үмметимдин айы. Ибни Аббас радиаллаху анху айтат:
Rajab ayının 1-ci günü oruza karmao 3 yıllık günösün joyot. 2-ci günü oruza karmao 2 yıllık günösün joyot. 3-cü günü oruza karmao 1 yıllık günösün joyot. Andan soň her bir kündük orozası 1 aylık günösün joyot. İlgeri Baytul Muqaddas'ta bir takvalı, ibadatçıl ayal bolğun eken. Ar жылы Rajab ayı kelgende al ayal күнүнө İhlas сүрөсүн 12 жолу окуйт экен. Rajab ayının урматына Rajab ayı kirgende bağlı qoz kiyimlerin çeşip, eski kiyimlerin kiyip, ibadat menen alek bolчу экен. Ömrünün ahırında Rajab ayında oğurup kalıp, balasına osiyat kılat. Men ölgönden soň meni eski kiyimlerim menen kömgün dep. Balası namıstanıp, elge riya kılıp, көрсөтүp, bağlı kiyimleri menen жерге tapşırat. Oşol tünü apasın түшүндө көрөt. Apası aytat, men sağa razı emesmen. Menin osiyatımda atkarbadıň degende, bala çöçüp oygonup, kılgan işine ökünüp, dağı dele bolsa, osiyatın atkarayın dep, apasın eski kiyimlerin alıp, görün açıp karasa, apası jok eken. Bala taң kalıp, ökünüp ыйлап oturganda bir ün uğlat. Sen bilbeysiň be, kim Rajab ayın urmattap ibadat menen kütüp alsa, biz anı gördü, жалгыз kaldırbayбыз dep. Abu Bakr radiyallahu anh aytat. Rajab ayının alğaçkı tününün 3'ten 1 bölügü ötkönde asmandağı jerdegi periştelerinin bardığı Kaabaga çoğuluşat. Allah Taala alarga kayrılıp aytat. Emne maqsatıňar, emne kajetиňer bar? Aytkıla tileýiňerdi bereýin degende perişteler aytat. O Rabbimiz, bizdin tilegimiz Rajab ayında oruza karmagan adamlardyň günösün keçirseň deýbiz. Allah Taala aytat. Sizler köö bolugla, men alardyň günölerin keçirdim. Bul bayan, şariat jana tarikattan terilgen bermetler atalıştagı kitepten alındı. Urmatly musulman bir tuğandar, bizdin Iqra Media kanalыбызга kattalyňyzlar.